Менің атым Еркін Оразалиев. Мен Ұйғыр ауданы Алматы облысында Қырықсай деген жерде тұрамын. Алдында птица фабрикада істегем. Осы бұл жерге келмей тұрып 2 жыл бұрын. Қазір 2 жыл болды осы жерде істеп жатырмын. Осы экопарк, президентский паркте. Жұмыс керек болды. Осы жұмыс таптым. Бұл жерде істеймін, бір күн істеймін, 2 күн демаламын. Демалған кезде мамашамды қараймын. Сол біздің жұмыс басталған. Міне уже 2 жыл болды істеп жатқаныма. Қазір бүгін жұмысқа шықтым, кеше отпускада болғам, біткен отпускада. Бүгін бірінші күн жұмысқа шықтым. Біз үйреніп қалдық қой. Жаз болса ғой, жаздың бір жерде жасы, қыста енді кішкене қиындау. Мына территория қар қалың жауғанда, кішкене қар қиын емес. Мысалы, әлгі көктем жақындаған кезде еріп жауғанда сол мұз болып қалады да, уборкаға қиын қарды тазалауға. Әйтпесе былай адам баласы үйренеді ғой бәріне. Өзінің территориямыз мына парк, анада парктың территориясы бар өзіміздің. Солардың тазалығына қараймыз. Мына мысалы навестің астында, мынау сыртында мында коридормен шығып жүргендер, ана бас жағында не бар? Каскад деген соның территориялары өзіміздің территориямыз. Определенный территориямыз бар. Соларды тазалаймыз. Маған любой жұмыс ұнайды ғой, мен таңдамаймын. Кез келген жұмыс орындай беремін. Менің бір нем сол ғой. Анау мынандай екен, мынау ауыр екен, анау қиын екен деген ондайды білмеймін. Кірдің ба? Шын көңілмен, шын ниетіңмен істеп кету керек. Өзім болсам уже пенсияға документ өткізіп қойдым. Пенсияға шығамын. Демалмай, істеймін. Еңбек жақсы ғой. Еңбек ең самое хорошее это когда человек работает дейді. Человек работает, это человек отдыхает дейді. А енді отдыхтың енді бір түрі бар. Демалғаннан кейін шет мемлекет бір жаққа кету керек. Бізге ондай пока 3 балам бар. Біреуі қазір армияда, біреуі Агу технологический универде, қызым. Үшіншісі ана қазір тарих мәдениетін оқып жатыр. Енді олар кішкене аяққа тұрғызып, не қылу керек одан кеш үйлендік қой біз. Президентский саябақтан керемет бақ қой. Енді мына біз ауылда тұрып өскен, ауылдың жерімен былай салыстырсаң, как будто біз ауылда жүрген сияқтымыз ғой қазір. Біздің де таудың етегінде, ауылдың етегінде тау бар 2 километр. Күшті жер, Қырықсай деген жер. Ертең Құдай берсе, может посадимыз, краскілеп, не қылып. Бірінші краскілейміз, не қыламыз, трубалар жүрген почти сулардың не дайын. Мына төгеректе мына тазаланбаған жерлер бар, біраз. Су кеткеннен кейін уже краска болады, әйтпесе қазір су мешать етіп отыр ғой анау не қанша. Біткеннен кейін майға таман бастайтын да біз ғой оны жағмай, біз главное красить бәрін дайындап қоямыз. Бастықтар қос дегенде қосамыз. Ана жақта еще электриктерінде жұмыстар бар. Мен өзім кезінде бос кезінде мынау тамадамен бірге құда күтуге, не күтуге шығатынмын. Өзім былай гитара тартамын, баян тартамын. Самоучка. Енді әрқалай ғой. Кейде стройкаларға шығып кетемін. Человек универсал дейді ғой. Қазір көбі кіріп кетті, мысалы бүгін как раз уже көктем басталды. Пикник міне коробка келеді, көрінген жерге тастап келеді. Бір мусорный ящик дегенге тастамайды кейбір. Қалай солай тастап келеді. А кейбір ата-аналар келеді, ана жерде мусор жатыр екен. Оны не қыла алмайсыңдар. Сонда біз әрқайсының артынан жүгіріп жүрмейміз ғой. Біздің өзіміздің территориямыз бар. Территорияда мусор аламыз, бітті басқасын жоқ. Мына парктың өзінің отдельный нелері бар. Мынау мусорный жинайтындар. Олар өздерінің территориясын қарап тазалайды. Бірақ күнде тазалайды. Күнде тазалаған кезде қазір адам қанша адам келеді? Миллион адам келеді. Жұмыс сағат 8-де бастаймыз. В принципе, где-то 9-ға таман уже отчет беруіміз керек қой. 8-де жұмысқа келіп, киініп, бүйтіп бір аппорт жасаймыз. Өз жұмысымызды істейміз, короче, положено, как надо, по уставу, как армияда сияқты. Сосын кешкісін 11-лерде қайтамыз, 11-ден кеткенде. Бізге вроде пойдет, как положено, өз уақытында береді ақшаларын. Өз уақытында обмундированияларын береді. Міне спецовка көктемде, қыста келгенде, как положено, зимний береді. Біздікі бір проблема сол әрбір жол. Мотивация деген вообще болу керек қой. Біз қар көрген кезде мына жерде балалармен көріп отырсақ, бір индустар келіп қалады, нелер келіп қалады. Өздерінің тілімен айтады, көрейік па, қар күрек көрейік, не көрейік. Күректі береміз, міне, пожалуйста дейміз. Сонымен 3-4 күректі алады, кішкене көмек етеді, қолынан келгенше. Кейбір орыстар да бар, келіп көмек етеді, қазақтар көп не қылмайды. Қазақтар да құр бізде құр сөйлейді, мен үйтемін, мен бүйтемін, көмек деп. А на самом деле жоқ. Ондай қазақтардан көрмеппін. Не орыс балалар жақсы кейбір келеді да, можно помочь дейді, кішкене балалар. Индустрияда келіп қар лақтырып не қылады. қар лақтырғанша мынаны алып лақтырсаңдар ішпесе күректі алады, лақтырсаң қызық қой, сен сүйретіп бір-біріне сүйретіп түсіріп не қылады. Әкем артым айтатын, сендер қазір коммунизмде жүрсіңдер, аз күнде бәрі бөлінгеннен кейін басқаша болады, қиын болады деп. Дұрыс айтты бaba, әкем. Служить еткен жерім Симферопольда служить еттім, Крым. 2 жыл. Ялтада болдық, Алуштада болдық. Служить етіп жүрген кезде. Енді Крым нағыз Крымдың Украинаның көрінесінде қалды. Бәрі айтады, бұрын орысқа құл болғанбыз деп.
сен құл болсаң не болсаң да бәрі сен қазір қазақ болып бәрі жетісіп жүргесін жоқ, қазаққа құл болып жатыр, шыны керек қой. Өйткенде бұрын совет үкіметі болған кезде фабрика, завод бәрі адамдар, мысалы бос адам көрмейсің, бос адам жүрген адам көрмейсің. Мысалы бос болып қалсаң, жұмыс істемесең, сен 15 сутка қамап қоятын бұрын. А сонда сен кейбіреу ондай лозер не деген жоқ болған. А қазір не? Безработица, без ничего. Жұмыс тапсаң істейсің, таппасаң қазір жоқ. Мысалы қазір Ұйғыр ауданында жұмыс жоқ біздің ауылда. 82 жыл армиядан келіп, 85 жылға дейін колхозда істедім. Колхоз красный знамя деген жақсы болатын ол кезде. Совет өкімет кезі ғой. Содан кейін 85 жылы неге келдім? Қалаға, училищеге, обувная фабрика, 11 училище. Ең болмады, училище болса да оқып, бірдеме мамандық алайық деп. Сол. Менің аты жөнім Тасмырзаев Ерге. Бұл жұмысқа түскенім бұдан бұрын неде істегенмін, стройкіде. Сварщик болып істегенмін. Енді бері қарай жас мінгеннен кейін осы жұмысқа кірдім. Өзім как 61-ге шықтым. Жасым 61-ге. Енді 2 жыл қалды. Неге? Пенсияға. Не деймін, өзім отбасым болса 7 бала бар, 7 ұл, қыз жоқ. Соларды ағамыз деп соларды оқытып тоқтамыз деп осындай еңбекпенен келе жатырмыз ғой. Соларды үйлендіріп үйленетін, енді 2 ұл қалды, үйленбеген. Сол осы жұмыста істеп жатырмыз осы. Істегенімізге қазір 4-5 жыл болды ғой. Ауыр болды, сваркада істегенде де көзден қалдым. Көз зрениеден қалдым, содан кейін қойдым. Содан кейін осы жұмысқа келдім. Қой жатқаннан әйтеуір бір жыртығың жамайсың ба деп істейсің. Аз бірақ айлық. Өзім көшіп келдім Оралман Нөкіске. Осы жақтың азаматын алдым. Айлығым 200 мың. Иә, айлығым 200 мың. Қызығынан бастағанда қызық енді ерте келесің жұмысқа. Настроениеменен келіп бастайсың. Коллектив жақсы, ойнап күліп. Сол қиыншылық жері әр жұмыстың қиыншылығы бар ғой. Қай маман болса да қиын жағы болады. Сол қиынына қарамай ойнап күліп бәріміз бір жұмыс істейміз, бірақ қиналғанда жаңағыдай мусор жағы көп шығады, кейде аз шығады. Сондайда қиналасың. Қыста әсіресе қиналасың, мұз оясың, қар тазалайсың. Жаңбырда жаңағы арықтардың ішіне түсіп мусор тазалағанда оңай емес. Әне неміз бірге істейтін адамымыз келе жатыр ғой, мешогын сүйреп өйтіп жүресің, азынан кешке дейін. Осындай өстіп өмір өте береді. Бағаламайды. Неге десең, алып жатырып өзінің астын тазалап кетеміз, урнаның жанын аламыз, темекі шегетін арнайы жері бар. Сол ана урнаға тастамай бағаламағаны ғой, енді далаға тастайды да, далаға тастайды, шашып тастайды да. Сүйеріне кеуілің толмайды да, тастамайды да, сүйерге арнайы тастамайды да, лақтырып кете береді да. Қалай болса солай былай, оңға соңға тастап кете береді. Ұстайтыны бар, ұстамайтыны бар, нені тазалық. Қақпақпалы лақтыра береді. Сүйеріне немесін, нетесін, ренжіп қояды. Ең не көреді екен ғой, бір сөзбен айтқанда, ең последний. Не қыл дейді, 2-ші сорт, 3-ші сорт адамдай боласың ғой. Сен аласың ғой дегенде болады да. Мамандығың сол, сен бәрі жақсы, бұлай коллектив, сатушылар бәрі сыйлайды. Біреуі бұлай аяқ киім беріп, шай сататындар, ағаш шай ішің деп тегін шай беріп, белаши, пирожкиін береді. Столовойларда сыйлайды, столовойлар бар, базардың мусорларын аламыз, солар нетеді, тамағын береді, тамақ жеп алыңыз деп. Бәріне топырақ шашу болмайды, бәрі жаман деп болмайды, жақсысы да бар, жаман да бар. Өмірден енді көп қой, өмірден түйген не бір соқпақтардан өттік, қиыншылықтан өттік, жоқшылықтан өттік қой. Біз енді баяғы союздың адамдары ғой, енді әке шешеміз неткенде жаңа өтірік сөйлеме, біреудің затына қиянат жасама, біреудің затын ұрлама, біреуден жеп қалма, жолақысын жеме, біреуді алдама, сондай. Сол жолменен кетіп қой, қорғатын қылып кеп тастаған. Балдар туралы біреуі медик, біреуі тобыр, жаңағы домбырада, бір балам домбыра шертеді, бір балам той атқарады. Біреуі неде жезқазғанда үлкен ұлым сонда тұрып жатыр, енді келетін шығар енді. Сонда тұрып жатыр, жұмысы сонда шахтада істейді. Келінімен. Еңбек істеу керек, еңбектің арқасында жетесің ғой. Ол жаман жолмен жете алмайсың. Или арақ ішіп жете алмайсың. Арақ ішіп мен 2 этаж үй салдым, астыма машина міндім.
дегенді естідім. Болашақта міне осы енді 25-тегі енді ең кейінгі кенжем қалды, соны үйлендірсем болды, сонымен пенсияға шығып немерелерімді бағып отырсам деймін болды. Сол арман. Не де істегенмін мен бұдан бұрын қаланың ішін тазалайтын. Бар ғой, ол жерде енді қаланың аты қалай, енді жақсылап сыпырасың, тазалығына жақсылап қарайсың. Қалада көп адамдар не етеді? Шай алып берейін ба аға деп жас балдар ақша да беріп кетеді, қой керек емес десең де су алып ішесің аға деп. Тазалыққа жақсы қарайды, бірақ анау мынау кез келген жерге тастамайды, түбірмейді, қақырмайды, темекісін тастамайды. Жақсы қалада. Менің аты жөнім Анар Төтиева Мұханова. 1969 жылғымын. Осы жұмысқа кіргеніме 8 жыл болады. Өзім жұмысқа кіргелі 7 жыл болады. 8 жылға айналып бара жатыр. Өзіме ұнады осы жұмыс. Балаларым мама істей алмайсыз деді. Көрейін, істемесем шығып кетермін дедім. Содан өзім істеп кеттім. Осы ең бірінші келген жыл осы Арбатқа келіп түстім. Содан осы Арбатта жұмыс істедім. Өзіме ұнайды енді. Адамдар болады, жанашыр. Көмектесейік, апа тәшкеніңізді төгісейік. Сыпырысып, қар кезінде де көмектесіп, қар күресіп, жанашыр адамдар болады, балалар болады кейде көмектесіп. Енді қала тазалығы енді біз тазалаймыз, кейбір адамдар болады, тастап кетеді, шашып кететіндер енді ондайлар болады енді. Соларды жинаймыз, тазалаймыз, жуамыз, урналарды тазалаймыз. Бәрін орындарды бәрін сүртіп өзіміз. Қиындығы болғанда бізде көмек. Қар кезінде мысалы техникалар болады, соның арттарын қар күреміз күрекпен. Шығарамыз, андай адамдар жүретін пешеходтар бәрін өзіміз қолмен күреміз. Қар, жапырақ деген уақыттарға ауыр күндер. Тәшкенмен төгеміз. Төгетін кезде біраз қиналамыз енді. Ауыр ғой қанша ешқандай. Әйел адамға енді ауыр болады. Енді істей алмайсыз, мама деп сүйдетіп бір неметіп қиналасыз. Ауыр ғой мама сізге деп олар енді жандар ашығандықтан айтты ғой енді. 5 балам бар. Осында мен осы жұмысқа келгенде өзім квартирада тұрдым. Өзім Семейден келдім. Балаларым бәрі осы қалаға келді. 5 балам бәрі бітіріп келді да. Bir қызым бар, 4 жыл bir қызым бар. Қызымды оқытам деп өзім осы қалаға келдім. Өзіміз квартирада тұрдық. Соң мен кішкентай ұлымды алып келдім де, мама жалғыз жүресіздер ме? Папам екеуміз қалаға келіңіздер деп. Соң осында келдім. Қызымды оқыттым. Қасымызда тұрып, вообще-то нелді квартираға тұрғызғымыз келмеді. Қыз бала болғысы. Қызым медикті бітірді. Қызым 2000 жылғы ел бір бөлі болды. Ұлдарым, ең үлкен ұлым үйленген, 4 немерем бар қазір. Енді биыл Алла қаласа бір келін алайын деп отырып жазда, августте. Сол енді бір ұлым ғана, кішкентай былтыр 11 бітірген ұлым бар. Бұйырса оны армияға жіберем. Сол балаларым өстіп өздері өніп жетіп келе жатырмыз балаларымызды. Енді ең бақытты ғұмыр менің балаларым, бала шағам. Солардың енді өсіп жетіп, мысалы 5 баланы қалай бағып жеткізу дегенде енді мысалы өзім ойлағам, қалай жеткізем деп. Тәубе міне, 5-еуі жетіп, өздері бір семья болды. Қазір жақсы, өзім балаларым бақытын тілейміз. Балаларым аман-есен болып, жақсы болып қасымда жүре берсін деп. Соны тілеймін, бала шағам. Айтса келсеміз енді 1-2 жыл істей тұрайын деп жүрмін енді. Оны айтып жатыр балаларым. Мама тастан жұмысты, балаларға қараңыз, отырыңыз үйде деп. Оған біраз жүре тұрайын деп тұрмын, 2-3 жыл. Соң кейін шығамыз ғой бұйырса. Көмектесіп жатыр, мысалы өзіме көмектескен жандар осы келгелі блогерлер де көмектесіп жатыр, мысалы кредиттерін жауып беріп, рахмет айтамын мысалы апа деп келіп, мысалы алдыңғы жылы қыстар келіп, бірнеше кредитін жауып берді. Енді болады шындары, кейбіреу тастап кетеді, кейбіреу мысалы енді ол әр адам әрқалай ғой, бақылап, қарап отыра алмайсыз. Тастап неге салып кетеді, мусорға орнаға салады. Кейбіреу қолында жүріп тастап кетеді енді ол. Бұрынғы заман жоқ қазір. Былай қарап отырсаң. Жұмыс істесе, былай оқыса, мысалы жастарға табылады жұмыс деген. Екі қолға бір күрек дейді ғой, жүгір жұмысқа кіріп, мысалы, мынандай сібір ұстаудан да қазір намыстанады. Кейбіреу жүрген еді, мысалы, бізді көріп. Бізде тыржиып, мысалы, біздің үстімізде тұрғымыз таптызамыз, біз салақ емес, біз просто жерде ғана нені баклажканы демдайды алып, сыпырып өтеміз болды, ешқандай нем жоқ. Әйтпесе жастарға жұмыс көп қой істесе, бәрі бар. Қалаға шығатын неше түрін көреді, телевизорда неше түрін көрсетіп жатыр, қазір ашық түрде көрсетіп жатыр мысалы. Соның бәрін еліктейді кейбір балалар. Соның балалардың өзіне байланысты ғой. Жақсы жүрсе, мысалы, жақсы жүрсе болады.